18 жасымда осы тендермен алғашқы көлігімді наличкаға сатып алдым. Жанар ханның машинасына келдік. Әдемілеп жуып қойған екен. Мен общепитте түрлі жұмыстарды істедім. Бірінші продавец болып істедім, кассир болып істедім. Орнатам екі ортада 2 миллион теңге істеймін ғой. Получается, өздері жұмыс жасайды, просто мен қатысқаным үшін ақша алған. Товар кімде? Товар дайын, просто услуга ғой. Заказчиктің өзінде тұрма товар еще. Орнатып беру. Бұл тендердің услуга деген түрі. Услуга тендер. Оған қанша адам болады? Кейбір адамдарды байқаймын, даже болмайтын бір кәсіппен айналысуы мүмкін. Қарайсың ана жерде қалай табыс тауып отыр деп ойланасың, бірақ өз-өзіне сенімділіктің әсерімен ол жарып шығады да сол жерде. Бастапқыда енді по-любому опыт алу үшін кішкентай суммадан бастайды. Яғни бізде сразу 10 миллион теңгеден 5 миллионнан бастап кеткен жоқпыз. Ассалаумағалейкум достар. Бұл видеода 18 жасында наличкамен тендер арқылы өзінің көлігін алған шәкіртімен таныстыратын боламын. Жанару ханым, өзіңіз туралы бір қысқаша ақпарат айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Жанару. Тендер саласымен айналысып жүргеніме 2,5 жылдан асты. 18 жасымда осы тендермен алғашқы көлігімді наличкаға сатып алдым. Қалай болды көлік алған кезде сезіміңіз? Күшті, әлі сенбей жүрмін мен негізінде. Алғаныңызға? Иә. Қанша уақыт болды алғаныңызға? 5 айдай болды. 5 айдай болды. Ал көлікті алуға дейін қанша уақыт жұмыс істедіңіз? Именно қанша уақыт жинадыңыз сол ақшаны? 2 айдың ішінде жинадым. Негізі спонтанно болып кетті. Мен көлік алам деп ойламадым. Просто тендерлер қатарынан өтіп кетіп, сол түскен ақшадан наличкаға жинап сатып алдым. Так, Жанар ханның машинасына келдік. Әдемілеп жуып қойған екен. Не болды? Жақсы екен. Нормально екен? Иә. Так, давайте өзіңіз бір обзор жасап шықсаңыз машинаңызға. Мінекей флешка сізге. Бұл Nissan Rogue 2017 деп наличка алған машинам. Қанша теңгеге алдыңыз? 10 миллион 500-ге алдым. 10 теңгеге алдыңыз наличка, Не? Машинаны обязательно кредитке алуды жоқ. Өзіңіз ақшаны жинап, 2 айда 10 миллион теңгені жинап, осылай көлікті алып отыр. Так, давай, мына жаққа өтейік. Давайте, мен айта берейін жақсы, мен енді. Мінекей бесключевой доступы бар екен. Кең, 10 миллион теңгеге стоит екен. Іші тап-таза болып тұр. Арты кең екен, Дүнгідей. Деп сигналдың дауыс шығады екен. Арты мынандай. Күшті. Тап-таза ма? Жоқ қойғанса. Жақсы. Ойбай, ренжімес қатты жақ жерін. Давайте енді бұл жерде бұл подкастта біз тек қанандай бар жетістіктер емес, шынымен де сізде сабақ алу үшін қателіктерде туралы айтамыз, тендерде қандай ситуациялар болды, алғашқы тендер туралы айтатын боламыз нақты. Және бұл подкаст сізге тек қана жетістікке жетуге болатын емес, және осы жерде қандай қателіктерді жасамау керектігінде түсінетін, тәжірибе жинайтын, пайдалы болатын подкасттардың бірі болатын болады. Сондықтан, давайте Жанару ханым, ең алғаш осыдан 2,5 жыл бұрын тендер бастамастан бұрын кім болып жұмыс істедіңіз? Содан бастайық. Мен общепитте түрлі жұмыстарды істедім. Бірінші продавец болып істедім, кассир болып істедім. Кассада тұрып, яғни официант болып жұмыс жасадым. Айына 100-150 мың максимум табатын едім тендерге дейін. Қиналып 12 сағат жұмыс істейсің, сонымен 150 мың, 100 мың теңге аласың ғой. Неге тендермен айналысам деп шештіңіз? Осыған дейін басқа бір кәсіптер көп қой. Неге именно тендер? Негізі мен тендерге қиын жолмен келген жоқпын, потому что жұмыстан шаршап келем, үйге келіп, ұйықтар алдында TikTok көріп жатсам, сіздің жетістіктеріңіз шығады, шәкірттеріңіздің результаттарын көремін. Сонымен ойлаймын да, осы тендерге кірсем, мен де осылай өсетін шығармын деп келдім. Сенім пайда болды. Келдім, шынымен де солай екен. Көп салаларда, мысалы трейдинг деген басқа салаларды да зерттеп қарадым, бірақ ол жақта менде ішімде сенімділік болмады да, именно тендерге тартты сізге. Жақсы. Тендер саласын ең бірінші бастадыңыз, сол кезде алғашқы тендеріңіз туралы айтып беріңізші. Сабақ барысында өттіңіз ғой өзі? Негізі мен 9 күн бойы тендер ұтпадым. Бізде сабақ өзі 10 күндік формат деген болады да. Біз интенсивно үйретеміз адамдарға. То есть бұл кәдімгідей мықты жұмыс жасаудың бір методикасы да тендер арқылы табыста будың. Біз сол арқылы 10 күнде адамдарға үйретеміз тендерді. Соның ішінде 9-шы күні ғана тендер ұттыңыз осында. 10 күн сабақ болады, яғни мен 9-шы күні 9 күнге дейін тендер ұтпаймай жылағым келеді. Бізді вручениеға шақырады. Уже 10-шы күні вручение болады, сертификаттарыңыз береміз дейді. Сосын мен жылаймын, тендер ұтпадым, мен осынша теңге төлеп оқыдым ғой деген сияқты. Сосын 9-шы күні отырып 4 тендерге заявка беремін. Үйге барып қарасам, 4-еуін де жеңіп алғам ғой бірден. Сонымен былай
алдым ашылды да, бір тендер ұтсаңыздар негізі дальше кете береді, алуларыңыз ашылып, қалай ұтып жатқаныңызды түсінбей қаласыз уже. Яғни ол жерде бір формула айтылды, мен оказывается 9 күн бойы сол формуланы қолданбаған екенмін. И тендерге заявка бергенде сол формуламен көрейінші деп заявка беремін ғой. Сонымен 4 тендерді бірден ұтып аламын. Жақсы. Ол тендерлер қандай болды? Қандай суммада бастапқы уақытта қатыстыңыз, сол туралы айтсаңыз. Менде мынандай ой болатын, яғни тендер десе, бірінші үлкен сумма елестейтін еді көз алдыма, миллиондар. И ойлайтын едім, если тендер ұтсам, ол ақшаны қайдан аламын деген сияқты. И ең алғашқы ұтқан тендерім 600 теңгелік тендер болды. 600 теңге? Иә, 624 теңгелік кір сабын болады ғой, обычно біз қолданатын. Сондайдан 6 штук ұтып алғам, 120 теңгеден. 624 теңге ма сондай еді. Бірінші тендерім сол болды. Доставка қайда? Аэропорттың арғы бетіне. Аэропорттың арғы бетіне болды. Мен баста тек Алматы қаласынан қатысқам ғой. И барам бірінші баста товарды апарам. Сонымен қабылдайды. Бірақ ештеңе деген жоқ, күл жөрген жоқ. Күлді, иә. 600 теңге үшін осылай келіп тұрсың ба деп еще печат сұрайды. Мен ол кезде заңдарды, оказывается, білмейді екем. Сабақта мен тендер ұтпадым болды деп ары қарай оқымай жүре бергем ғой негізінде. Сонымен печатын қойып ол тендерді орындадық. Бірақ осы соңғы үлкен суммадағы тендерлермен салыстырғанда екеуінің процесі бірдей екен. Даже үлкен сумманың процесі маған легче болады орындауға негізінде. Жалпы біз өзімізде кеңес береміз бастапқы уақытта кішкентай тендерлерден бастауға, чтобы мотивация беру үшін, шабыт жинау үшін, ары қарай бұл салаға деген сенімділік ашылады да. Өйткені бастапқы уақытта сіз білмейсіз ғой қалай болатын ситуация. Күмәніңіз бар, қорқынышыңыз бар. Соның барлығын жеңіп алу үшін, может быть, 1000 теңгелік тендер болуы мүмкін, может быть, 100 000 теңгелік тендер болуы мүмкін. Разница жоқ, бірақ бірінші тендеріңіз қол сізге бір үлкен шабыт берсе, дальше сізді ешкім тоқтата алмайды. Тура сол болған шығар. Иә, солай болды. Дальше мысалға давайте бір қызық тендеріңіз туралы айтып беріңізші. Тез жабылған және пайдасы көп қалған деген секілді. Осы соңғы ұтқан тендерім бар. Марттың 25-іне дейін аяқтап беру керек болды. Мен жеңгенмін оны 17-сі күні. И бізде осындай жарыс болады, тезірек аяқтап беріңіздер дейді, роботоконструктор, Лего. Яғни просто барып орнатып беру керек. Товар барлығы дайын, орнатып берсеңіз болды. И ол орнататын адамдар да даже сол мектептің өзінің адамдары да. Мен келісіп, мен орнатам 2 ортада 2 миллион теңге істеймін ғой. Получается, өздері жұмыс жасайды, просто мен қатысқаным үшін ақша алған. Товар кімде? Товар дайын, просто услуга ғой. Заказчиктің өзінде тұрма товар еще. Орнатып беру. Бұл тендердің услуга деген түрі. Иә, услуга тендер. Оған қанша адам қатысты? Оған 4 адам қатысты. 4 адам қатысты еще. Иә, 5 миллион 400 мың теңге. Неге ондай түсінбедім адамдар? Негізінде сондай үлкен суммадан көп адамдар қорқады. И техспеці көп болса қорқады. Оказывается, ол жерде мен жездеммен бірге айналсам, ашып береді, осыған қатысшы дейді. Мен баста түсінбеймін ғой. Ол жерде товар ештеңе жеткізбейсіз, просто дайын товарды орнатып беру керек. Установка. Жақсы. Так, 5 миллионға тендер жарияланды, сіз оны қанша теңге түсірдіңіз? 5 миллион 400 мың теңге жеңдім мен. Жеңдіңіз? Ол сонда қанша 6 миллион 800 мың теңге жарияланған. Сонда просто роботоконструкторды орнатып беруге 6 миллион 800 мың теңге тендер жарияланып тұр. Роботоконструктор деген қазір көптеген мектептерде соны балаларға үйретіп жатыр, сондай бір лего ғой былайша айтқан кезде. Интеллектті дамыту үшін деген секілді. Сондай пайдалы болсын деген мақсатта роботоконструкторды қазір көбісіне қойып жатыр. И жарыс ұйымдастырады сол бойынша. Ол да тендерге қатысты. Сонда 2 миллион теңге бір тендерден ғана. Бір тендерден қалып отыр. 100 000 теңге тауып жүрген түсіп кезде. береміз деген осы айдың. Енді түседі бұйырса. Иә, иншаллах. Видео қызықты болып жатыр деген сенімдемін, бірақ мен сіздерге бір керемет сыйлықтар дайындап қойдым. Осы видеода активность танытқан 4 адамға мынандай сыйлықтар беретін боламын. Біріншісі, бұл умраға жолдама. Мына жолдаманың өзі 2 адамдық. Содан мен 2 адамға бір жолдамадан сыйлайтын боламын. Сонымен 2 умраға жолдама. Келесі 2 адамға мен Турцияға, Анталия, Памуккале, Каппадокияда сіздерге экскурсиясымен бірге 2 адамға осындай жолдама сыйлайтын боламын. Жалпы 4 сыйлықты, міне 4 адамға осындай 4 сыйлық дайындап қойдым. Осы сыйлықтарды алғыңыз келсе, бірінші шарт бұл каналға тіркелу міндетті түрде, YouTube каналға. Екінші шарт осы видеоға лайк басу және комментарий жазу. Үшіншісі осы видеоны Instagram'ның сторисіңізге алып, мені белгілеп шығу. Ал барлықтарыңызға сәттілік. 100 000 теңге тауып жүрген кезде осылай бір тендерден 2 миллион табамын деп ойладыңыз ба? Негізі жоқ. Мүлдем ойлаған жоқсыз. Бірақ сенімділік болды ғой іште. Иә, сенімділік болды. Осы бір байқағаным, кез келген кәсіп бастайтын кезде адамның ішінде сенім болу керек та. Яғни проблема в том, что кәсіп ол күшті болуы мүмкін,
бірақ адам өз-өзінің бай болатынына сенбесе, онда қандай мықты бір кәсіп бастаса да ол кәсіптен успех жетістікке жете алмайды да. Кейбір адамдарды байқаймын, даже болмайтын бір кәсіппен айналысуы мүмкін, қарайсың ана жерде қалай табыс тауып жатыр деп ойланасың, бірақ өз-өзіне сенімділіктің әсерімен ол жарып шығады да сол жерде. Мысалы, то же самое. Енді тендер ол реально табыс табатын ақша көп жер, сол жерде плюс өзінің сенімділігімен бірге осылай 2 миллион теңгені тауып отыр. Жалпы бұл бір пайдалы жағынан көп қалды сізге, дұрыс па? Сонда сіз ақшаны оларға бердіңіз бе, жұмыскерлермен келісіп алдыңыз ба? Иә, жұмыскерлер. Мен просто іздестіріп бастаған едім, и бізде осылай орнататын кісілер бар деп өздері предлагать етті. Иә. И мен ол кісілермен келісем, 2 миллион теңге аламын ғой. 3 миллион 500 мың теңге жасап берді. И баста жаңа сенімділік туралы бір нәрсе айта кеткім келеді. Мен осы тендерді енді бастаған кезде іштей сенетін, осы бір жылдың ішінде мен точно алам машина деп. И даже видеоға түсіріп алғам да. 2024 жылдың... Ол видеоны қоя аламыз ба біз? Иә, жіберсем. Ана жерге қояйық, иә. 2024 жылдың осы соңғы айларында мен машина алам, осындай маркада деп. Мен маркасы кішкене келмеген, бірақ суммасы барлығы келіп тұр дейсіз. Иә. Жақсы, давайте жетістіктер күшті. Көп тендер ұтып жатыр, Жанар ханым, білемін енді. Бір қадалған моменттер именно тендерде. Может быть, опыттың жетіспегеннен ба, может быть, белгілі бір қателіктерді ескермегендіктен ба, сол туралы бір бөлісеңіз, қандай проблема болды? Тендерді енді бастаған кезде біз бір тендер ұтып алғанбыз, саксофонның ішінде тұратын таяқша. Не береді ол? Сондай таяқша ұтып алғанбыз. Оказывается, оны Франциядан алдырту керек екен, оригиналын. Біз оны ескермей Китайдан алдыртқанбыз ғой. И 20 күн күтеміз, келеді. Келгеннен кейін біз упаковкасын біреуін ашып көреміз дейміз, ішінде енді барлығы целый тұрма деген сияқты. Бірақ заказчикке апарып берсек, мына упаковкасы ашылған, қолданылған дейді да, қабылдамаймын дейді. Біз не істейміз деп ойланамыз, 2 күн жатып ойланып, бастан алдыртамыз ба деп. Сосын барамыз да типографиядан сыртын істете саламыз просто. Мынандай темекке ұқсайтын кішкентай заты ғой. Типографияға барып просто мынандай пленка жасата саламыз, темекінің секілді. И барамыз да апарып береміз. Просто анау прозрачный беті ғой. Иә, прозрачный беті, сол ашылып бізге қолданылған болуы мүмкін бұл дейді да. И типографияға барып жасатып, 1 күннің ішінде апарып бердік. Получается, андай тендерде выходтары көп та, шығып кетуге болады, былай минусқа кірмей ақ. Сонда минусқа кірген кез болмады ма? Мысалы, по-любому бұл жерде плюс болып тұр ғой. Қанша көрдіңіз бұл жерде? Бұл жерде 30 мың теңге көрдік. 150 мың теңгелік тендер ғой, былай. 150 мың теңге тендер, опыт жинадыңыз, Қытайдан алдырып көрдіңіз, 30 мың теңге пайда көрдіңіз. Вот минусқа кірген кездер болды ма? Минусқа кірген кез болды. Қандай тендер ол? Көп қой деп па. Енді любой бір опыт алу үшін минусқа кіріп көру керек қой. Осы мен негізінде бір нишамен жұмыс жасаймын да, осы роботоконструктор деген. Бірақ басында барлық роботоконструктор бірдей деп ойлап кіре берген ғой барлығына. Бізде негізінде сіздерде беріледі ғой золотые правила деп. Солардың біреуін ұстанбай мен минусқа кіріп кеттім, тех спеці дұрыс оқымағанда. Мұқият болу керек. Иә, товарды алдыртқам, Ева 3 емес, ол басқаша екен, оказывается. Лего деген бөлінеді өзі. Лего Spike дегені бар, там Ева 3 деген бар, 581 деген, короче, кодтар бойынша бөлінеді. Именно соның дұрыс емесін апарып қойдыңыз. Иә. Мен Ева 3 деп ойлағам негізінде, обычный, стандартный деп. И оказывается, ол жерде оригинальный сұрап тұр екен да. И алып барам товарды, бұл емес дейді. Мен не істеймін, потеря болам ғой. Сонымен минусқа кеттім, бірақ арқасынан сатуға салып сат жердік, иә. Кішкене ғана минусқа кеттім ғой. Қанша болсын общий минус 300 мың теңге. Бірақ ол 1 500 000 алдыртқанбыз ол товарды. Енді көрдіңіз бір плюс. Бір плюс бар да тендермен айналысқанның. Сіз мысалы товарды алып қойғанның өзінде заказчик қабылдамай қалса да, сіз тура сол товар келесіде тендерде міндетті түрде жарияланады. То есть сіздің сұрап тұрған товарыңыз бір ғана заказчикке керек емес та, ол басқа мектептерге бір күні по-любому жариялайды, бір күні мемлекеттік мекеме жариялайды, сол жеңімпазға сатып жіберсең болады төмен бағада. Бұл бір. Екіншіден, ол товарды сен жеңілдікпен Қытайдан алдырғаннан кейін, оны сен арзан бағада басқаларға сата аласың да. Өйткені барлығы қымбат сатып жатқан кезде төмен түсіресің да, сөйтіп сатып жібересің. Менде де болды ситуациялар. Мен ұтып қойдым принтерлер, тендерлерін. Сөйтіп мен 13 принтерін мен қабылдамай қойдым заказчик. Мен қазір бірақ кәсіп магазинге салып тастап сатып жатырмын, плюс принтер жарияланама, соны ұтып алған адамдарға предлагать сатып жіберіп жатырмын. Бір плюсы, мен сол тендерден көретін ақшамды уже шығарып тастадым да. Жартысын саттым, содан уже шығарып тастадым. То есть 13 принтерде маған где-то бір 1,5 миллион теңге қалу керек еді, бірақ мен уже оның 6-ын сату арқылы 1,5 миллион теңге шығарып тастадым деген секілді. Сондай бір плюстері бар, бірақ кәсіпкердің именно осы жерде бір үлкен қабілет болу керек та, ол осындай проблемалардан шығу жолын іздеу. Адам
проблемадан мүмкіндікті көре алу керек. Сол кезде ол міндетті түрде ақша табылады және кәсіпкер болады. Тендерді бастайтын адамға беретін қандай кеңестеріңіз бар өзіңіздің? Енді қорқыныш болмайды емес, любой тендерді бастар алдында немесе бір бизнеске кірер алдында любой адамда қорқыныш болады. Бірақ ол қорқынышыңызды жеңбесеңіз, жетістікке жете алмайсыз да. Любой успешный адамның арқасында сол қорқынышты жеңген өзі тұрады да. Яғни сіз қорқынышты жеңсеңіз, біз сияқты енді бірден өсіп кетесіз деп айта алмаймын. Өзіңіздің күнделікті дисциплинаңыз керек, мына жақтан білім берілсе, оны дұрыс қабылдай алу керек, соған қарай әрекет жасасаңыз, нәтижеге жетесіз. Главное сол бастағы қорқыныштан қорқып қалып қалмау керек. Біз әдейі осы үшін негізі 3 күндік пробный интенсив жасаймыз адамдарға. То есть қорқасың ба, онда бастапқы уақытта бірден үлкен суммадағы курс алудың қажеті жоқ. Бастапқы уақытта кішігірім 3 күндік пробный сабақтар қатысып көруге болады. 20 000 теңгеден басталады, 40 000 теңгелік бар, 20 000 теңгелік бар. Адам келіп 3 күн бойы қатысып көрсе болады. Тендер менікі ма, менікі емес па деп ойланады. Сол жерде тендерге қатысады, өзінің алғашқы тендерін ұту мүмкін. И одан кейін сол қорқыныш жеңгеннен кейін уже үлкен суммаларға өтсеңіз болады. Жанар Руханның кезінде ондай ситуация болған жоқ. Либо кіресің, либо кірмейсің деген. Мен содан қорқамын ғой. 9-шы күні уже келем, әлі тендер ұтпағам, бірақ басында курстың бағасын төлеп тастағам. Енді не істеймін деп ары қарай. Енді сіздерде үлкен мүмкіндік бар. Сіздер 3 күн пробна тендерге қатысып көрсеңіздер болады. Қолыңыздан келеді ма, бізбен ары қарай жұмыс істесеңіз болады. Келмейді ма, онда сол жерден тоқтатсаңыз болады. Бірақ енді осы уақытқа дейін біршама шәкірт оқыттым. Шыны керек 90% тендер саласын кәдімгідей игеріп, үйреніп, табыс тауып жатыр. Әрине, жалқау адамдар да бар, которые мүлдем жасағысы келмейді, мүлдем өзі қимылдағысы келмейді. Сиқырлы таяқша іздейтіндерге тендер саласы жалпы кәсіп, ондай адамдарға болмайды, тек қана жалдамалы жұмысшы болып қана табыс таба аласыз. Если өзіңізге жауапкершілік алып шынымен де қаржылай тәуелсіздікке шыққыңыз келсе, онда осылай Жанар ханым секілді табысты бола аласыз. Сонымен бұл машинаны алғаныңызға 2 ай уақыт болды. 2 ай уақыт болды. 2 ай уақыт болды. 10 миллион 500 мың теңге алдыңыз. 2 ай уақыт болды. 10 миллион 500 мың теңгеге наличкаға сатып алдым. Қалай пайдасы тиіп жатыр ма машинаңызда? Мен мысалы бензин құйып қоямын ғой, ол ақшаны таксиге 2-ақ күнде құртатын ем. Бұрын такси ғой. Қазір 1 аптаға жетеді, бензин құйып қойсам. Аз жейді. Сондай плюстары бар. Еще қалаған уақытта андай, қалаған жеріңізге бара бересіз. Оңай да, удобно. Тендермен көлік алғысы келетін адамдар 2 жылда сөйтіп ұзақ уақыт ала ма, немесе қысқа уақыттың ішінде алуына мүмкіндік бар ма? Және оны алу үшін қандай әрекеттер жасау керек? Желаниеңіз болса, даже бір-ақ тендерден алып алуға болады. Главный ниетіңіз болса, и тендерді ұтуда фишкаларын білсеңіз болды ғой. Енді мен былай ойлаймын да, сіз 2,5 жыл тендермен айналыстыңыз, бірақ 2,5 жыл, яғни бұрын прям машина аламын деп бірінші мақсат етіп қоймаңыз. Егер сол уақытта машина аламын деп кәсіппен айналысатын болса, онда менің ойымша бір сол бастапқы уақыттың өзінде 6 айдан кейін алып тастауға болатын еді. Бұл кісі өзі нақты мақсатты осы 1 жыл бұрын қойдыңыз, дұрыс па? 1 жыл бұрын қойып, бірақ ақшаны 2 айда жинап осылай алып отыр. Сондықтан көлік алғыңыз келсе, үй алғыңыз келсе, онда тендермен айналысуды кеңес беремін. Багажнигінде сертификат тұр, білмеймін не сертификат екен. Артында бір товарлар тұр. Мынау не товар? Мынау, короче, доп. Сіз ылғи допқа қатыса беретін сияқтысыз ба? Барып алдық, енді салып тастау керек оны. Бұның суммасы кішігірім? Кішігірім, 10-ақ доп. Ну, тоже бір товар Қытай. Товар, оны просто өзі алып кел деп айтады. По заявке заказчикқа ұтып алғамыз ғой. Ондайдан тендер түрі бар. Бұл не товар вообще? Оны листестерде секретный товар ғой. Тендердікі ашып Жарайды, ашпай қойын, жақсы. Жалпы айтқыңыз келмейтін жауап берме сонда? Жоқ, просто ұтып алғамыз. По заявке заказчикқа болды. Сол заказчик айтқан кезде апарып береміз, енді бұйырса. Апарған кезде айтамыз ғой, сторисіңізге саласыз, если что. Болды. Жақсы. Тема. Енді Жанар ханым, сіз мысалы тендер бастаған кезде сізде капитал болған жоқ. Қолыңызда, реально айтыңызшы, қанша болды? Теңге болды осы свободный қолыңызда болған? Болмады деп па? Примерно. 100 мың теңгедей болды. 100 мың теңгедей болды. Әйтеуір оқуды алдыңыз, бар ақшаңызбен, потом 100 мың теңгеңіз қолыңызда болды. Енді одан кейін үлкен суммадағы тендерлер ұтқан кезде қалай сіз қаржыны таптыңыз? Бізде болмады ғой? Мен анамнан сұрап тұрдым, ағаларымнан сұрап тұрдым. Уақытша? Уақытша сұрап тұрдым, тендерге салдым.
уже 15 күннің ішінде даже бір тендерлер болды. Мен орындап тастаймын, ертеңіне ақшасы түскен кездер болды да. И сосын сразу ақшасын беріп отырдыңыз. Алып тұрып, дальше уже маржасымен рахметін білдіріп беріп отырған кездерім болды. Түсіндім. То есть сізде мынандай ситуация болған жоқ, менде ақша жоқ, болды, мен онда тек осыған ғана қатысам деген нәрсе болған жоқ. Бастапқы 4 тендермен мысалы өзімнің жинаған 100 000 теңгем жетті смело. Алам, орындап тастаймын, олар маржасымен түседі. Былай айналдыра бересіздер ғой, мысалы ақшаңызды саласыз, маржасымен аласыз, келесі тендерге саласыз деген сияқты. Схема негізі солай. Сіз бастапқы уақытта ағаларыңызбен келіспедіңіз ақша туралы, бірақ кейін по факту ұтқан кезде уже айттыңыз, міне мынандай тендер ұттым. Мінеке осындай таза пайда, осындай шығын, маған шығын берсек үстіне қосып беремін деген секілді. И осылай жұмыс істеуге де болады. Немесе бізде өзіміз шәкірттерімізге инвестиция береміз. 1 миллион теңгеден бастап 10-20 миллион теңгеге дейін шәкірттерімізге инвестиция береміз. Ол кезде условия 60-40% бойынша. Яғни 3 миллион теңге тендер ұттым, 2 миллион теңге шығын, 1 миллион теңге таза пайда болса, біз 2 миллион теңгесін береміз, 1 миллион теңгені 2-ге бөлсеміз. 60% біз аламыз, 40% сіз аласыз. Осылай да жұмыс істеуге болады. Негізі ақша жоқ деген ол сылтау да, менде ақша жоқ, мен істей алмаймын деп тоқтап отыра бер, бұл сылтау, шыны керек. Өйткені істеймін деген адам, ол осы жолға түсетін болса, Алла тағала жолын ашып береді, тәуекел етсе. Ақша өзіне өзі келе бастайды. Маған сенің шыны керек, көптеген адамдар ақша қалай табам деп келеді, бірақ осы кәсіпке түскеннен кейін, әрекетін жасай бастағаннан кейін ақша өзіне өзі келе бастайды. Одан кейін келесі вариант бар. Мысалы, сіз осы білімді алғаннан кейін компанияға жұмысқа тұрсаңыз болады. Как тендерщик ретінде айына 700 000 1 миллион теңге аласыз. Ұтқан тендеріңізден өзіңіз таза пайда көріп отырасыз. Мысалы, сіз оны естідіңіз ғой, тоже дұрыс па? HeadHunter деген сайтта менеджер по тендерам керек. Компанияға барасыз, тендер ұтып отырып бересіз, ұтқан тендеріңізден өзіңіз процентін алып отырасыз. Осы секілді жұмыс десеңіз, жұмыс істеуге деген желаниеңіз болса, варианттар өте көп. Негізі ең үлкен инвестиция ол білімге салынған инвестиция дейді ғой. Мен өзім тоже жаңағыдай тендер маманы ретінде жұмыс жасап көрдім жалюзи саласында. Жалюзиларды яғни алып ұтып беріп отыру керек. Бірақ ұзақ жұмыс жасамадым, өйткені мен бір кісінің қол астында жұмыс жасай алмаймын да негізінде. Өзіме жұмыс жасаған ұнайды. Яғни сіз тендерді ұтып алсаңыз, болды, тек тендерде ғана жүрем, ұтып қана жүрем деген нәрсе болмайды да. Яғни тендер маманы болып кіре аласыз, біреуге үйрете аласыз, немесе өзіңіз айналысып жүре аласыз деген сияқты. Мысалы, үйретіп те ақша таптыңыз ғой, дұрыс па? Бұл кісі уже енді 2,5 жыл айналысқаннан кейін белгілі бір опыты болды, білімі бар, адамдарға бөлісе алады. Өзі табыс тауып жүргеннен кейін тоже табыс табуды көрсете алады деген секілді. Бұл кісі секілді сізде бұйырса 1 жылдан кейін, 6 айдан кейін, егер опытыңыз болып өзіңізге деген сенімділік болса, уже адамдарға үйретуде де жалғастырсаңыз болады. Онда тұрған ештеңе жоқ, бірақ өзіңіздің алған біліміңіз бере алатын опытыңыз бойынша беру керек та. Яғни мысалы, открытый конкурстың товарын білмейсіз ба, онда оны үйретудің қажеті жоқ, ол жаққа кірмейсіз. Мысалға да, енді тендер саласында уже кіретін адамдар біледі, товар тендерін үйрендіңіз, ценовые предложения үйрендіңіз ба, сол аралықта үйретіп бастасаңыз, ешкім сізге кедергі келтірмейді. Ол да бір табыстың түрі. Енді тендермен айналысатын адам негізі бірнеше жолмен ақша таба алады. Біріншіден ол компанияға жұмысқа тұра алады. Екіншіден ол Қытаймен бизнесті міндетті түрде біледі. Біз өзіміздің шәкірттерімізге үйретеміз, сіз де Қытайдан товар алуды білесіз. И Қытайдан товар алғысы келетін адамдарға да алып беріп, қызмет көрсетіп ақша табатындар да бар. Өзіңіз үйретсеңіз болады. Тендер саласын өзіңіз білдіңіз, енді білім беру арқылы тоже ақша тапсаңыз болады. Немесе компанияларға жаңадай белгілі бір производстволар болуы мүмкін, соларға тендер ұтып беріп, белгілі процентін алып, сөйтіп отырсаңыз болады. То есть варианттар өте көп. Тек өзіңіз осы салада дұрыс білім алуыңыз керек. Маған бір плюсы еще курстың андай болды да. Мысалы, Қытаймен бизнестің өзін бір жерлерде 300 000, 400 000 да үйретеді. Ал курстың ішінде именно бізге Қытай полностью үйретілді. Сол жағы плюс болды. Яғни Қытайдан қалай алдыртамыз, қалай логистиктермен жұмыс жасаймыз, товарды қалай табамыз деген сияқты. Оның өзі былайша қарасаң бөлек курс қой. Көпшілік бізде оны отдельно үйренеді, басқа жақтарда. Бірақ біз әдейі барлығын бір жерге жинап қойдық та, басқа курс оқымасын, тек осында келіп барлығын алсын деген мақсатта. Жалпы енді тендер 0-ден бастап жатқан адам бірден основной онда үлкен курсқа өтудің қажеті жоқ. Алдымен жаңағыдай бізде рекорд 1 деген өнім бар, өзі 3 күндік интенсив, соған келіп көрсе болады. Сол жерден уже қадамдарыңызды жасасаңыз, ары қарай дұрыс шешімдер шыға бастайды. Жанар ханым, енді көлікті алғаныңызға 2 ай болды, 10 миллион 500 мың теңге алдыңыз. Алғаннан кейін уже айтып жатсыз, уже біршама жерлерге көмегін тигізіп жатыр деп. Енді мысалы тендермен айналысып жүрген адамдар бар қазір. Бірақ әлі күнге дейін көлік ала алмай жүр. Ондай адамдарға қандай бір совет айтасыз мысалы? Қандай суммадағы тендерлерге қатысу керек? Обязательно бір үлкен суммадағы тендерлерге қатысу керек па? Жоқ. Мысалы, енді бастап жатқан кісілер бастапқыда енді по-любому опыт алу үшін кішкентай суммадан бастайды. Яғни бізде сразу 10 миллион теңгеден 5 миллионнан бастап кеткен жоқпыз.
кішкентай суммадан опыт алып дальше уже үлкен суммаға өте береді ғой. Мен де солай, мысалы миллион теңгелік қалатын тендерлерден жинап алдым ғой машинаны. Жанар ханым, давайте бір маржинальный тендеріңіз қандай болды? Осы соңғы 2 миллион теңгеден бөлек қандай бір товарлар болды, сол бойынша бөлсеңіз? Суммасы кішкентай болса да болады. Разница жоқ. Сол тендерді бастаған кезде 24-тің бас жағында ғой. Мен негізі спорт нишасын жақсы көремін да. Яғни доптар, медальдар, кубок. И доп жеңіп алғам 170 мың теңге шығын, 630 мың теңге жеңіп алғам негізінде өзім. 170 мың теңгеге товарды алам и жеткізіп берем. Ар жағында қомсын маржа қалады. Қанша 400 мың теңгедей қалды осындай? 630 мыңға жеңгенім есімде, 176 мыңдай ма төледік қой. Доставка қайда кетті? Қарағандыға, бір мектепке жеңгеміз. Қарағандыға өзіңіз барыңыз? Жоқ. Кімді жеріңіз? Алып, просто мен базардың арқасында грузовиктер болады, сол кісілерге салып жүргем. Қалаға жеткізіп береді. Көпшілік андай ғой, басқа қалаға қатысуға қорқам дейді, немесе басқа қалаға жеткізу қалай деп ойлайды. Просто таксистпен сөйлесесің, как попутчик ретінде беріп жібересің, накладнойың болады, товарың болады, сонымен уже сенімді түрде сол адамға беріп жіберсең, проблема жоқ. Самый главный заказчикпен сөйлесіп отыру керек. Жібердім деген секілді. Негізі, мен осы кезге дейін ұтқан тендерлерімнің 70%-ін өзім бармай просто онлайн орындағам ғой. Аламда, немесе звондап та айта салам, осындай товар бар ма, осындай адреске салып жүре аласыз ба деген сияқты. Или базарға барам, арқасына салып жүре салам. Қалаға барып жүрмеймін, просто 70% солай орындап бұны. Товарды алуға да барудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Иә. Звондап, если таныстарыңыз болса, сататын кісілер, осындай адреске салып жүре аласыз ба, немесе попросить етсеңіз, оны салып береді, проблема емес, басқа қала деген. Жақсы. Көбінесе қай тендердің түріне қатысасыз? Товар ма, услуга ма, работа ма? Товарка и услуга. Услуга арасында. Жаңағы мен нишам негізінде көбінесе услугада жарияланады. Ол 2 аптада бір рет жарияланып отырады. 2 аптада осылай шығып тұрады, соларға алып қатысып отырамын. Ол нишаның атын запикать ете салайық. Біз жерде жаба салайық, өйткені адамдар көбейіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз жаба салайық оны. Просто ниша деген жерге қалай берсін, қандай ниша екен. Қызметте жарияланады әйтеуір. Қызмет нишасында көп басқа салалар, соған кіре берсеңіздер болады. Жақсы. Енді қандай жоспарыңыз бар алда уақытта? Осы тендер саласында, может быть, рекорд жасаңыз келіп жүр ма? Может быть, бір үлкен суммаларға кіруді жоспарлап жүрсіз ба? Сол бойынша бөлісіп қойсаңыз. Сіздің тоже бір шәкіртіңіз бар ғой. Абылай деген кісі. Соның рекордын жаңартқым келіп жүр. Ол кісі қандай рекорд? Ол кісі енді 1 миллиард 200 миллион теңге тендер жариялапты ғой. Жеңіп алыпты ғой, сол кісінің рекордын жаңартқым келіп жүр. Ол кісі миллиардқа ұтып жүр. Ұтып жүр болғанда ұтқан услуга охраны тендерлерін ұтып берген белгілі бір компанияға. Сол кісіден асам деп отырсыз ба енді? Енді иншаллах алдағы уақытқа үй деген сияқты базовый потребностьтар жабу жоспарда тұр ғой тендермен. Жақсы. Так, давайте былай істейік. Мысалға тендерде ақша табуға бар мүмкіндіктер ашылған. Одан бөлек машина алдыңыз. Мысалы, одан бөлек қандай мүмкіндіктер сізде ашылды? Не істей алдыңыз? Тендер саласы сізге не бере алды? Саяхаттау. Негізі мен саяхаттағанды өте қатты жақсы көрем. И всегда болатын арманым бірінші саяхатым, бірінші елім ол умра болса деп. Январ айында осы тендермен именно умраға барып келдім. Ақша жинап? 14 күнге умраға барып келдім. 14 күн болдыңыз ба? Иә. 14 күн болдық. Одан кейін осы жақында 3 күн болды келгеніме тағы умраға барып келдім. Умра плюс Дубайға бардық қой арқасынан. Дубай сіз бармаған сол уақытта ең көрдіңіз? Дубайға бармаған. Қалай екен Дубай? Күшті. Бір шет жағасын көріп кеттіңіз. Енді бұл умраға барып келді. Осы соңғы рет барған кезде осы біздің программамен бардыңыз. Бағана айтқан конкурс сіздерге айттым. Яғни лайк басып, комментарий жазып, именно каналға тіркелген арасында осы Жанару ханым осы программамен барып келді. Суреттерін қоя аламыз жалпы. Қалай екен умраға барып келген? Енді умраға барып келудің өзі бөлек қой. Ол шүкір, ол кәдімгідей үлкен бір нығмет қой былайша айтқан кезде. Енді мынау арқылы именно біздің программа қалай екен? Тур арқылы дейтін болсам, проблема вообще ойламайсыз да, бұл турмен барсаңыз. Мысалы, 3 мезгіл тамағы ішіне кіреді. Мысалы, көп адамдардың проблемасы тамақтан болады. Мына жақта біз өзіміз үйренген тамақтар, иә. Одан кейін трансфер. Мысалы, бізде таксиге алдында барғанда таксиге көп кетіп қалған. Ал мына жақта уже шығасын дайын тұрады барасында. Отельге дейін трансфер бар. Иә, отельге дейін гид қызметі, мысалы, біздің білмейтін көп. Енді мен барып келгенмен жанымда білмейтін кісілер болды. Мен еще сестрам бірге алып бардым. Сестрама подарить етіп.
и ол кісіге тоже білмейтін болғандықтан гид қызметі көмектесіп жүрді да. Ұстазымыз болды. Иә, ұстазымыз көмектесіп жүрді. Осы шақтары маған плюс болды турдың именно. Басқа қандай мүмкіншіліктер сізге берді? Мысалы, ата-анаңызға ақшалай көмек беру, дұрыс па? Тендер. Постоянно көмектесіп отырасыз. Мүмкін, білмеймін енді, ол бар болуы мүмкін, жоқ болуы мүмкін, бірақ көпшілік шәкірттерім естимін. Ата-анамның кредитін жауып бердім, қарызын жауып бердім. Ондай болды ма ситуациялар? Негізі, иә, қарызға кірген кезім болды. 2024 жылдың басында бір салаға кіріп, содан қарызға кеттім. Осы тендер арқылы құтылып жатырмыз, иншалла, иә. Жауып тастадыңыз. Жауып тастадық. Жабылды ма или жабылып жатыр ма? Ол жабылды, бірақ кішкене басқа тағы қарыз бар еді, ол қалды енді. Иә, кішкене қалды. Бірақ жауып тастауға, в принципе, сенімдісіз. Иә, иншаллах. Так. Смело ғой. Подкаст ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазыңыз, және мынау сыйлықтар туралы ұмытпаңыз. Активно болған адамдарға 4 адамға осы сыйлықтар берілетін болады.